Қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Айғайлап жатқан әйел дейді. Ол кеткісі келіп жатқан жоқ. Ол ойындағы орындалмай жатқан бір мақсатын айғайлап жеткізе алмай жатыр дейді. Ал кететін әйел оны үндемейді кетіп қалады. Сол сияқты бір өте маңызды нәрсені айтып өтейік. Ол әйелдің табиғатына байланысты. Өкінішке орай, көп еркектер әйелдің өзін танимын деп ойлайды. Өзін зерттей бастайды. Ал әйелдің табиғаты Алла тағала сондай көркем құбылмалы қылып жаратқандықтан, ол аумалы төкпелі болып, таңертең бір көңіл күйде, түстен кейін бір көңіл күй, кешке бір көңіл күйде болатын болғандықтан, өз әйелін 100% танитын еркек болмайды. Еркектің қолынан келетін бір нәрсе бар, ол нәрсе не? Ол жалпы әйелдің табиғатын тану. Әйелдің табиғатын танып, соған орай қарым-қатынас жасайтын болса, соның ішінде өз әйелінің де көңілін таба алады. Ал енді осының өмірлік тәсілдері мен түйткілдері қандай, мен сізге сол жайында айтып берейін.